Assalamu alaikum musulmanдар. Біздің кезекті жұмысымыз көшелерде мусор салғыш жәшікше жасағымыз келіп отыр. 1,5 миллиметрлік листті пайдалана отырып құрастырамыз. Негізгі бізге керек қабырғаларын сызып дайындап қойдық. Енді соны кесіп құрастыру жұмыстарын жасаймыз. Размерлері төбедегі қатар 40 сантиметр, төменгі бөлігі 24 сантиметрге тең. Осындай геометриялық сызбаларды пайдаланып отырып әдеміше сурет құрастырдық, фигуралар. Ендеше қалған жұмыстарына кірісеміз. Қоқыс салғыш жәшігімізді құрастырып болдық. 4 қабырғасын бір-біріне қосып бекіттік. Осындай жәшікше шықты. Енді астының стойкасын жасаймыз. Аяқтарын құрастырдық. Мындай Т-образный күйі бар. Ұзындығы 55 сантиметр, және де астыңғы бөлігі аяқшасы 34 сантиметр. Енді осыны жәшікке орнатамыз. Алдын ала бұйымдарын кесіп дайындап қойдық. Шермалық труба және диаметрі 18 мм болатын штанга. Шермалық трубаны жәшіктің өзіне дәнекерлейміз, және де штанганы стойкасіне дәнекерлейміз. Стойкілерін қойдық, жәшікті стойкке елдірдік. Шермалық тұрбаға штанга кіріп тұр. Және де центровкілеу, яғни бір ортақ өлшемін табу жайында қысқаша айтып кетейін. Біз мынаны астыңғы угольникке прихваттап қойдық та, мына шетінен астыңғы подставкасын диагональдадық. Диагональдағаннан кейін аралықпен астыңғы бөліктің аралығын өлшедік. Екі өлшемі бір-біріне тең келіп тұр. Және де үстіңгі бөлігін солай өлшеп, теңдігіне көз жеткізіп құрастырдық. Енді оңай қозғалып тұрған күйі бар. Астыңғы бөлігін дәнекерлейміз, және де астына ұстағышты қоямыз. Жұмыс толығымен бітті. Қалған жұмыстары астындағы лисімен ұстағыш ет. Оны да бітірдік. Не осынша қоқыс салатын жәшікше өз қолдарыңызбен құрастырсаңдар болады.